Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы тоқсанда жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым деп аталатын 9-шы бөлімді аяқтадық. Қазіргі таңда ғылыми фантастика деп аталатын 10-шы бөлімді өтіп жатырмыз. Бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысымыз жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым бөліміне арналады. Оқу мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Бағалау критерийлері: білім алушылар, яғни сіздер, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырасыздар, тыныс белгілерін дұрыс қолданасыздар. Бірінші тапсырма бойынша сіздерге мәтін беріліп отыр. Мәтінді мұқият оқып шығасыздар және негізгі ойды анықтайсыздар. Мәтін бойынша 3 проблемалық сұрақ құрастырасыздар. Мәтінді мен сіздерге оқып беремін, мұқият тыңдап отырыңыздар. Ұлы Отан соғысы жайлы әдеби шығармалар. Ұлы Отан соғысы жылдарында отанға, ата мекенге деген сағыныш, ерлік, батырлыққа арналған өлеңдер басылым беттерінде жиі жарық көріп жүрді. Баубек Бұлқышевтың 1942 жылы Комсомольская правда газетінің 1 май күнгі нөмірінде «Өмір мен өлім туралы» деген әңгімесі жарияланды. Әңгімеде қазақ жасының жүрек сыры, жан күйі тербелді, отанға деген ыстық махаббаты құйылды. Ал Шығыс ұлына хат атты шығармасын менің бұл жазғандарым болашақта біздің осы ұлы күресімізді зерттеушілердің қолына түсіп, үлкен істердің кішкене бір тетігіне тиянақ болуға жараса, менде одан басқа арман да жоқ. Ол зерттеушілер біз осы арпалыста жүргенде қайғыра да, жылай да, қуана да, күле де, кектене де білгенімізді ұғынса болды, деп аяқтаған еді. Мариям Хакімжанова өзінің сүйікті кейіпкері Мәншүк жайында оның ерлік көрсеткен Мәншүк поэмасы 1945 жылы жазылған. Соғыс тақырыбына Ғабит Мүсірепов қазақ батырын, қазіргі қазақ солдаты, жазса, Ұлы Отан соғысының ерлік істерінен бір топ поэма туып жатты. Қасым Аманжоловтың Абдолласы, Диқан Әбіловтің Майданбек поэмасы, Мариям Хакімжанованың Мәншүк деген поэмасы, Қапан Сатыбалдиннің Әлия деген поэмасы, Ілияс Есенберлиннің Айша Сұлтан деген поэмасы, Нұрлыбек Баймұратовтың Ертөлеген деген поэмасын мысал етіп атауға болады. Отан соғысы оқиғаларының қазақ әдебиетінде үлкен эпикалық көлемде көрініс табуына негізінде майдангер жазушылардың сіңірген еңбегі зор. Сол саптағы қаламгерлердің басында Бауыржан Момышұлы тұрды. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысының басынан кіріп, аяғынан шыққан, ерлігі елдің есінен кетпейтін талантты да қаһарман қолбасы. Ол жауынгерлермен бірге соғыста шынықты, соғыста шыңдалды, соғыста өсті. Ал соғыс жағдайындағы адам тағдырын үлкен эпос жанр заңдылықтарына сай суреттеген Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты, Тахауи Ақтановтың Қаһарлы күндер, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Курляндия, Әзілхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз секілді романдары 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің үлкен жетістіктері. Олар әлем әдебиетінде соғыс тақырыбына жазылған шығармалардың қандайынан да кем түспейді. Лирикада Сырбай Мәуленовтың Соғыстан қайтқан солдаттар, Құлын, Түбірлер және басқа шығармалары мен поэмада Қасым Аманжоловтың Ақын өлімі туралы аңызы мен тең түсетін көркем әдебиет үлгісін бүкіл әлем поэзиясынан таба алмайсыз. Екінші тапсырмада сіздер
мәтіннің соңғы азат жолындағы сөйлемдердің тыныс белгілерін дұрыс қойып көшіріп жазуларыңыз қажет. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалауды жазу барысында дескрипторларға міндетті түрде сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша мәтіннің негізгі ойын анықтап көрсеткендеріңізге 1 ұпай, 3 проблемалық сұрақтарды құрастыра алғандарыңызға әр сұраққа 1 ұпайдан аласыздар. Екінші тапсырма бойынша тыныс белгілерін дұрыс қолданғандарыңызға 1 ұпай, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қойғандарыңызға 1 ұпай, сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қойғандарыңызға 1 ұпай беріледі. Барлық ұпай саны 7. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыз.